Біздің топқа бардарында жинағандай бір құдай, қол өнермен дараланып, сараланып жүрідай, сәнді қылып шаш қырыққан шаштараз, Рано қызым жәрдем берген барлық доспен құрбығай. Моншақтармен, түрлі түсті жіптермен, Гүлқаямен әйгерім, зергер болып, гүл тоқуды меңгерген. Айналайын өркендей бер, өсе бер, жарқын болар қазақ елі сендермен. Бұл өмірде жүрем десең қорланбай, тігуді үйрен, тігіншілік зор өнер. Гүлқаяның көйлек пішкен еңбегін о жамағат тамашалап көріңдер. Мынау төмен, мынау биік дейтұғын, бір өнердің жоқ кемдігі, етішкілік епті ердің қолынан ғана келетін құдиярдай жібі ширақ жігітке тән ендігі. Болады ғой әр өнердің қиындығы қырсыры, сонда дағы керек болар үйреніп ал сен мұны. Қараңызшы, әр киім ерінбестен тоқып кисең арзан әрі жып-жып. Менің тобым таңғалдырған талайды, өнерімен нұрландырған білімімен маңайды. Менің тобым биіктерге ұмтылып, келешекке тек сеніммен қарайды.